Қазақ театрының Қара шаңырағы 100 маусымын бастады. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театры өз тарихындағы айтулы белестердің бірі 100 жылдық мерейтойына арналған ғасырға басқан қадам атты театрландырылған сахналық қойылымын көрерменге ұсынды. Бұл мәдени кеште театрдың бай тарихы, ғасыр бойы қалыптасқан сахналық дәстүрі және ұлттық өнердің өсіп өркендеу жолы көрініс тапты. Мереке үлкен тарихи мереке, өйткені ұлт театрының ғасырға толып жатқан күні. Сонау ғасырдың басында 26 жылдары Қаллекей бастаған, Серке Қожамқұлов бастаған, Жұмат Шанин ең негізін қалап дала корифейлерін жинап, сонымен құралған театр ғой негіз. Қаншама дәуірлерді көрді, қиындықтарды көрді. Бірақ әкем театр деген атқа да жетті. Шара барысында театр репертуарындағы үздік қойылымдардан таңдаулы сахналық көріністер ұсынылды. Өз аузыңнан бір ауыз сөз Амандағы сенімен бірге ұшқан ақын. Сонымен қатар ғасыр жасаған ұлт театры атты интерактивті көрме көпшілік назарына ұсынылды. Көрмеде театрдың бір ғасырлық шежіресі, сирек мұралары мен тарихы сыр шертеді. Ұлт театрының тарихы 1926 жылы Қызылорда қаласында Шымылдағы түрілген күннен бастау алады. Бұл театрда ғасыр уақыт ішінде ұлт мәдениетіне үлес қосқан қазақ өнерінің алыптары еңбек етті. 100 жылдығын атап өткелі отыр. Мен де сол жерде әдебиет бөлімінде 1-2 жыл қызмет істедім. Спектакльдер қойдық, пьеса жаздым о жерде, біраз сценарийлер жаздым. Маған да үлкен қуаныш. Көңіл-күйіңіз қалай бүгінгі 100 маусым ашарға келіпсіздер? Көңіліміз өте тамаша, біз қуаныштымыз. Осында театрымыздың 100 маусымы ашылып жатқан. Міне жастар немеремді алып келдім. Мына жастарды тарту керек. Қазағымыз өрлеп өсіп, көгеріп көктеу керек. Мен өте қуаныштым. Қазағым жасай берсін. Алға Қазақстан. Енді жастарды театрға тарту қазір маңызды мәселе ғой. Жастар театрға келмей кетсе, театрдың кейін не болады деп ойлайсыз? Театр жоқ болып кетеді ғой. Жастар келу керек театрға. Солар тарту керек, үйрету керек. Театр туралы насихат жүргізу керек. Енді көбінесе бәрі телефон деп театрды ұмытып жатыр ғой. Сол енді өзіміз сол немерені әкелгенде өстіп әкеліп, насихаттап, жастардың ішінде жұмыс жүргізу керек. Бүгінде Мұхтар Әуезов театры ұлттық өнерді дәріптеуді, рухани адамгершілік құндылықтарды насихаттауды, жаңа мәдени бағыттарды қалыптастыруды мақсат еткен шығармашылық ұжым. Бір ғасыр бойы сахнадан көрерменге жол тартқан әрбір қойылым халықтың үні, ұлттық рух пен заманның айнасы. Бұл мерейтойлық маусым қазақ театры өнерінің жаңа ғасырына ашылған тесік іспеттес. Әбдірахман Қайрат, Мейірлі Қайсарқызы, Забира Якуб, арнайы ұлан үшін.